Талха ибн Убайдулла радияллаху анхудың қасынан бір әскер өтіп бара жатады. Сол кезде қолын созып айқайлайды. Кел деп. Сосын жанына келеді, кімсің дейді. Сол айтады, мен Хазірет Алидің әскеріненмін дейді. Қолыңды ұзат, қолыңды соз дейді бері қарай. Қолын соз. Қолын созады. Қолынан ұстайды да былай дейді. Негізі Хазірет Алиге биат еткен едік. Одан кейін оған қарсы шықтық. Одан кейін оған қол көтердік. Қаншама мұсылмандардың қанын төгуіне себеп болдық. Бұл жерде біздікі қате болды. Қазір мен өлім мен өмірдің ортасында жатыр. Мына менің қолым, сенің қолың, әскердің, Хазірет Алидің әскері ғой енді. Сенің қолың қазір Алидің қолы. Мен бұның үстіне биат еттім. Мен Алланың хұзырына барғанда Алиге қарсы шыққан адам болып тірілмейін. Сен мына нәрсені жеткіз дейді. Осылайша калима-и шахадат айтады. Аллаху субхану ва тағаланың хұзырына жүреді. Әскер жүгіреді. Біраз бұл жерге ұзақ кеткен. Хазірет Алиге айтады, мен ана жерде Талха ибн Убайдулланы көрдім. Маған биат етті дейді. Биатын қабылдаңыз бұл кісі. Тірі кезінде. Биатын қабылдайды. Хазірет Али жүгіреді, қасында Хасан бар екеуі. Жүгіріп келеді, келсе кеш құшақтап жылайды. Маған сені осы халде көру өте ауыр болды. Аллаху субхана ва тағала алдыңда ашық қылсын. Сенен биат қабылдадық. Сен тірі кезіңде өзіңнің мәртебеңді Алланың хұзырында алып қойған адамсың деп. Хазірет Али өзі жер қазады. Хасан оны жерден көтеріп береді. Хазірет Али өзі сол жерге жерлейді. Осылайша Талха ибн Убайдулла радияллаху анху атақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ең сүйіктісі, ислам әлемінің ұлы жұлдызы, тірісінде Аллаху субхана ва тағала ақыреттік мәртебесінен өзін хабардар еткен, орын берген осындай бір атақты ұлы сахаба Аллаху субхана ва тағаланың құзыретіне жүреді.